Hello, children. How are you today? Let's start our English lesson. We will continue our lesson about traditions and customs. Балалар, салт-дәстүр мен мерекелер туралы тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Сөздік дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді жазып алайық. Food, тағам, тамақ. Pancakes, құймақ, блины. Eggs, жұмыртқа. Домбыра. Tree, ағаш. Coins, тиын. Okay, this is New Year's Day. Бұл бізде жаңа жыл мерекесі. It's a favorite family holiday for Kazakh and Russian people. Бұл Қазақстан мен Ресей елінің адамдары үшін отбасындағы ең танымал және ең сүйікті мереке. Family begin to prepare for the holiday in advance. Отбасылар бұл мерекеге алдын ала дайындалады. They decorated Christmas tree. Олар мерекелік ағашты әсемдейді. The woman cooked delicious food. Әйел адамдар дәмді тамақтар даярлайды. Okay, шілдехана is an Asian custom. Шілдехана бұл сонау көнеден келе жатқан салт дәстүр. The custom is a dedicated birth of child. Бұл баланың дүниеге келуіне байланысты дәстүр. Young people sing, dance, play musical instruments. Бұл мерекеде жастар ән айтып, би билеп және музыкалық аспаптарда ойнайды. Next, Easter Day, Пасха. Easter Day is a very important holiday for Russian people. Пасха мерекесі бұл Ресей халқы үшін өте маңызды мереке. Easter is a day of modern food. Бұл Пасха мерекесі тағам дәмін татқызатын мереке. Бағана біз өткен eggs, түрлі түсті жұмыртқалар осы мерекеге байланысты. Next, Масленица. It's a Russian holiday. Бұл Ресей елінің мерекесі. People celebrate it at the end of February. Адамдар бұл мерекені ақпан айының соңында тойлайды. People cooks pancakes. Адамдар құймақ, яғни блины әзірлейді. Okay, please, boys and girls, tell me, what is your favorite food? Балалар, сендердің жақсы көретін тамақтарың қандай? Егер мен сабақта сондай сұрақ қойсам, what is your favorite food? Біздің жауабымыз, for example, in this picture you can see pizza, yes? My favorite food is pizza. Менің жақсы көретін тамағым pizza. What is your favorite food? My favorite food is rice. Менің сүйікті тамағым күріш. What is your favorite food? My favorite food is sandwich. Мен жақсы көретін тамағым бутерброд. Ал енді келесісі, for example, кез келген тамақты сұрасақ, do you like chips? Саған чипстер ұнай ма? Егер жақсы көрсек, міне, I like chips. Мен чипстерді жақсы көремін. Ал егер ұнатпасақ, I don't like chips. Маған чипстер ұнамайды деп айтамыз. So, children, your home task in your pupils book on page 80. Балалар, сендердің үй жұмыстарын оқушы кітабының 80-ші бетіндегі 13-ші тапсырма. 13-ші тапсырмада мұнда берілген сөздерді мағынасына сәйкес қойып шығамыз. So, the lesson is over. Goodbye.